Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді ауызашарға екі салат дайындайтын боламыз. Жасалулары өте оңай, дәмі ерекше дәмді болып шығатын салаттарды жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қызылшаны суға пісіріп аламыз, және де оны 4 бұрыштап турап шығамыз. Қызыл пияздың жартысын осылай жартылай турап шығамыз. Банкадағы консервідегі кукурузды қосамыз, жүгерімізді. Және де аскөк, яғни укропты да турап қосуларыңызға болады. Сұйық майдан 2-3 қасық қосып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Және бір бас сарымсақты қосуды ұмытпаңыздар. Барлығын жақсылап араластырып, тәрелкемізге саламыз. Менде осы құрамнан 2 тәрелке шықты. Бұл құрамды көбейтіп жасасаңыздар да болады. Екінші салатымыз баялды қосылған, осындай көктемгі витаминге тола салат жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен бізге баялды керек. Баялдыны орташа етіп турап аламыз. Және де үстінен тұзды сеуіп, жарты 1 сағатқа қойып қоямыз. Суы шыққаннан кейін оны таза сумен бір жуып алып, құрғақ майлықта немесе қағаз майлықта осылай құрғатып аламыз, және де қуырып аламыз. Баклажанымызды қуырып алдық, енді қиярымызды тураймыз. Мен осылай үлкен етіп турап шықтым. Көкөністерді өз қалауыңызша турасаңыздар болады, және де жаңа қалған қызыл пиязды да осылай турап шығамыз. Мінекей біздің баклажанымызды суытып қойдым. Екі жағы да осылай қызарып әдемі болып пісті. Қызанағымызды турап аламыз. Цветная капустаны тұзды суда 5 минуттай қайнатып алдым. Қатты езіліп кетпеу керек. Және де қуырылған баклажанымызды қосамыз. 1 банка жүгерімізді қосамыз. Дәміне қарай тұз, сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Және де кез келген көк шөптерді қоссаңыздар болады. Менде аскөк пен кинза қостым. Барлығын жақсылап араластырып,
дайын болған салатымызды тарелкемізге саламыз. Менде осы құрамнан 2 тарелке шықты. Және де бұл құрамды көбейтіп немесе азайтып жасай берулеріңізге болады. Дәмі өте ерекше майонезсіз жасалатын 2 салатты жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Мен үшін ол өте маңызды. Астарыңыз дәмді болсын.